Всем привет, меня зовут Алуа, я учусь в Анкаре. Это мой второй год в Анкаре, я учусь в университете Гази, факультете Эдебият, то есть литература, турецкий язык и литература. Менің атым Айдана, мен Анкара қаласына Хаджи Барамбели университетіне оқуға түстім. Вообще, я поступила по программе Түркия бурслары. Начала я учиться сразу с первого курса. Я не занималась в той мере, потому что турецкий язык я знала уже в Казахстане. Оқуға мен осы жылы түстім. Бұл жаққа келгеніме 2 аптадан енді асты. Ал оқудың басталғанына 1 апта енді болды. Былай айтсам, оқу қатты қиын деп айта алмаймын, бірақ басында мен негізінде IT университетіне түскім келген, сол себептен мен ұбт-ға дайындық курсына қатысқан болатын. Сол дайындық курсының бастықтары, яғни осы Түркия бурсыларымен оқып келген адамдар болған. Солар да бізге айтатын, осы программа арқылы Түркияға оқуға түссеңдер болады деп. Басында мен содан естіп, сөйтіп. Преподаватели посоветовали мне подать по стипендиальной программе Түркия бурслары. В общем, надо было сделать так, чтобы позвали на собеседование именно вас. Потом вас зовут на собеседование, и на собеседовании задают вопросы по вашей анкете. Эссе вообще решает многое. Например, приведу пример по себе, так как я поступала на литературу, мне нужно было написать, например, многих турецких писателей, да, как бы показать то, что я знаю, то, что я интересуюсь вообще турецкой литературой, и что я хочу вообще делать в будущем, например, переводить книги с турецкого на казахский язык. Получается, там вы описываете интересы, свои интересы, польза для вашей страны. Как бы я сказала то, что есть очень много турецких писателей, у которых очень хорошие романы, стихи, но они переведены на русский язык, но нет переводов на казахский язык. Ну, поэтому это зацепило, конечно, турков, и я думаю, это сыграло большую роль. Қыстың аяғына қарай, жоқ, қыстың басына қарай, қыстың басына қарай мен документтерімді тапсырам деп шештім. Бірақ мен IT мамандығын емес, дизайн мамандығына түскім келді. Негізінен кішкентай кезінен келатқан арманым дизайнер болу. На собеседовании желательно сказать пару слов про Ататюрка, потому что турки все любят Ататюрка, очень уважают его. Как бы вы можете показать, упомянув Ататюрка, вы можете показать то, что вы вообще знаете что-либо про турецкую культуру и вообще о мировой истории. Ну, если честно сказать о представлении о Турции, как бы у меня было немножко ожидание и реальность, потому что, не знаю, вообще я приехала в очень большой город, но, в принципе, культурного шока у меня не было, но было немножко такое, как бы, скучать по семье, адаптация к новой культуре, к новому городу вообще, к языку другому, как бы сразу навалилось столько проблем, там, ходить в университет. Появились проблемы в плане того, что приезжаешь и никого не знаешь в этом городе, и тебе нужно самому все делать. Как помогла казашка, которую я знала еще с Казахстана, как бы я ей написала: помоги, типа, я приехала в Турцию, я не знаю, как ехать до университета, мне нужно всякие документы сделать, и она мне помогла, вот ей спасибо большое. Только вот первую неделю это будет очень сложно, когда вы будете очень скучать, возможно, вы будете плакать. Вот. Но потом вы привыкаете, как бы вы уже заняты учебой, у вас начинаются новые знакомства и все тому подобное. В принципе, дальше все хорошо. Собеседованияға барған кезде ол жақта бір 40 шақты адам болған. Собеседование барғаннан алдын сіздер математика, геометриядан кішігірім тест жазасыздар. Ол тест қиын деп айта алмаймын. 10-шы класстың программасы, былайша айтқан кезде. Одан кейін жайлап адамдар шақыра бастады, одан кейін шынымды айтсам, ең соңғы болып мен кірдім, бірақ мен қатты қорықтым да. Мен ұмытып кеттім ма, не үшін мен шақырмай жатыр? Не үшін шақырмай жатыр, не үшін мен қалып кеттім ба, не болып кетті деп. Сосын соңғы кіретінді білген кезде мен қатты көңіл-күйім түсті, өткен айтатын сөздерімді ұмытып, кішкене өзімді жайсыз сезініп кеттім. Бірақ кірген кезде осы адамдарды көріп, өзімді кішкене жеңілдеу ұстап, собеседованияға кірген кезде ең бастысы өздеріңізді былайша уверенно ұста дейді ғой, уверенно ұстау керек.
Одан кейін мүмкін бір плюс болғаны мен түркше сөйлегенім шығар. Ол кезде мен түркше жақсы білем деп айта алмаймын, бірақ сөздеріне, сұрақтарына кішігірім өзім дайындалып келген болатын. Бастапқы келген олар да. Сол кейін. Мен правда дұрыс айтып идея, бірақ мен не жазбадым. Біз тест жазған жоқпыз геометрия. Маған сұрады тест. Әде математика. Бәрі сұрамайды негізі, бәрі сұрамайды. Хотя она тоже на дизайн подавала, а у меня вообще литература была, но у нее спрашивали геометрию, у меня нет. Нет, геометрию спрашивали у всех. Там ол жақта қандай мамандықта, яғни сенің мамандығың қандай болса да, сен сол логика, яғни логика, математикадан тест тапсырасың. Не факт, по-разному. Ну да, по-разному, наверное. В мое время наверное. у кого-то спрашивали, да, там ходили, говорили, вот математика, там, есеп беріңіз деп. Маған берген жоқ. Менен сұрады, қандай кітап оқыдың. Короче, вообще собеседование барғанда надо быть в курсе вообще, на кого вы поступаете. Например, если я поступила на литературу, у меня спросили, кого вы читали, кого вы знаете из мировых писателей, и все в этом роде. Я мамандығыңа байланысты сұрақтар өте көп қойылады. Мен білмедім, маған сондай сұрақтар қойылатын. Сен қандай дизайнерлерді білесің деп, маған осындай сұрақтар қойған, ал мен білмеймін қандай дизайнерлер. Мен тек бір-екі ақ адам білетін, шынымды айтсам. Сол. Не айтайын? Дұрыс, правильно, идет хорошо. Енді Түркияға келгенде бірінші Впечатление қалай болады қазақша? Жоқ, мен басында жауабын айтайын да. Короче, жауабын до конца білмедім, оны түспедім деп ойладым. Айтпақ қойайын ба? Айтпақ қойайын Мен ба? де до конца білмедім негізі бар ғой жауабында. Уже сентябрь басталып кетті. Уже надо было. Сентябрь? Менде август басталмаған, а мен уже жылап жүрдім. Сентябрьдің 7-сі келді бізге ответтер. Мен тоже ойладым, түспедім деп ойладым. Басында мен енді шетелге шықпағым негізі шыны керек. Бірінші рет шетелге шығып отырмын. Шетелді мен негізінде шынын айтсам басқаша деп елестеткем. Негізі келгенге дейін мен бір басқа елге келдім деген менде ешқандай чувство болған жоқ. Басқа елге. Шымкенттен келген, Айбекте. Я басқа елге келгенде сезінген жоқпын. Негізінде ең бірінші күндер бәрібір де қиын болады. Сен қаншалықты басқа елге шықсаң да, шықпасаң да, өзің отбасыңнан бөлек кеткеннен кейін бірінші күні бәрібір де қиын болады. Мысалға мен көптеген сөздерді білмеймін негізі. Документке келген кезде көптеген сөздерді білмеймін. Түнгі 11-де келдім. Шынымен керек, общагаға түнгі 11-де келдім. Мен келе салып, маған бөлме берген жоқ, өйткені маған документтерді барлығын наны бер деп жатыр. Мен түсінбеймін ана не айтып жатқанын сөйтіп. Өзің келдің ба, ешкім күтіп алған жоқ? Жоқ, мені күтіп алды ғой. ЕТБ күтіп алды да мені, бірақ общежитияның алдына лақтырды, өзі келіп қалды. Жоқ, шынымен тастап кетіп қалды общежитияны, жылап отырсың да, ЕТБ адам емессіңдер деп па. Басында мен енді шетелге шықпағам негізі шыны керек. Бірінші рет шетелге шығып отырмын. Шетелді мен негізінде шынын айтсам басқаша деп елестеткем. Негізі келгенге дейін мен бір басқа елге келдім деген менде ешқандай чувство болған жоқ. Басқа елге. Шымкенттен келген, Айбекте. Чё там, қайдан боласың? Шымкент. Шымкенттің қыздары зың 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 зың. Мен қайтуға дайын болдым негізі. Бірінші күні келген кезде мен не істеп жүрмін мына жақта, не үшін келдім деп ойлайсың. Ол бәрінде болады деп ойлаймын, үлкенің болсын, кішің болсын. Бізден мысалға үлкен қыздар да бар, олар да бірінші күні жылап, кішкене өздерін біртүрлі сезініп сөйткен. Неге Қазақстанға түсе салмадым екен деген ой бірінші күн болған, я. Одан кейін барып, сөйтіп көңіл күйсіз отырған кезде маған Инстаграмға бір қыз жазады. Айдана, сен қалай түстің, түрік бурсыларымен не істедің деген сұрақтар келді. Сол кезде менде түскім келеді, менде сен сияқты жүргім келеді деген кезде мен мына жағымда бір нәрсе дың етті да. Жоқ, қараса мақал дың етті да. Зың. Сол кезде, сол сообщениені оқыған кезде мен сол кезде ойландым, мен не үшін көңіл күйсіз отырмын,
деп. Адамдар мына жаққа келе алмай жүр. Иә, осы жаққа келе алмай жүргенде мен не үшін бұяқта қайтам деп отырмын, қайтам деп ойланғам ғой. Өзім бір түрлі сезініп кеткен, соған сөйлесін, жылағым келіп кетті ғой дейсің да. Босама. Босамай? Босама. Мұрным келіп Шын, все, что мы говорим, іштен келіп жатқан нәрселер. негізі Агара, в общем, очень спокойный город. Люди отзывчивые, добрые, всегда помогут, если вам нужно будет, если вы обратитесь за помощью, вам помогут. Но ненормальные, конечно, есть везде, и в Турции, и в Казахстане, и вообще в любой стране, так что нужно себя беречь все равно. Но город, в принципе, очень хороший, такой город большой, спокойный, везде есть метро, там автобусы ходят, ну, все как бы. В государственном общежитии вы питаетесь утром и вечером бесплатно. И в университетах обед стоит около 2 лир, что по казахстанским деньгам 140-150 тенге. Біздің жатақханадағы тамақтар өте дәмді, маған қатты ұнайды, бірақ енді сен күнде бір тамақты жей бергеннен кейін кішкене шаршайсың, енді шыны керек. Жатақханам күшті. Вот, дальше. Туркия Бурслары предоставляет нам общежитие бесплатно, обучение бесплатно, стипендию в размере 700 лир для бакалавров. Потом жить бы я не осталась, потому что, наверное, это, скорее всего, мои личные принципы, как бы поехать на родину, работать на родине, как бы развивать Казахстан, как бы я казашка, и, ну, как бы работать для казахов, для своего народа, как бы это моя цель. Я поэтому нахожусь в Турции, чтобы отучиться, привести турецкий опыт в Казахстан. Вот. И в Турции я не думаю, что я останусь. И, кстати, при поступлении у нас спрашивают, останетесь ли вы в Турции, надо говорить, что нет. Потому что если вы скажете, что вы останетесь, то вас не возьмут. Шынымды айтсам, Анкарада қалғым келмейді болашақта. Оқуды бітіргеннен кейін, мүмкін магистратура оқуға Турцияда оқысам да, Анкарада оқымас едім. Европаға магистратура оқимын деген ой бар. Ал болашақта негізінен шетелде өмір сүргім келмейді. Қазақстанға қайтып келгім келеді. Сол дизайнер мамандығын оқуын бітіріп дипломды алғаннан кейін Қазақстанға қайтып келіп, бұл мамандықты Қазақстанда дамытқым келеді. Өйткені Қазақстанда бұл мамандық мүлдем дамымаған деп айта аламын. Соны жан-жақты дамытқым келеді. Сүт. Біз әлі сүт. Келесі жылы балмұздақ боламыз. Мен балмұздақ боламын. Сен уже балмұздақсың ғой. Сен универде оқымайсың ба? Иә, мен балмұздақпын. Сен қаншасыншы курсың? 7-ші. Сен уже балмұздағысың. Ешқашан да берілмеңдер, тек қана жақсы заттарды ойлаңдар. Алдарыңдағы мақсаттарды өте биік шыңдардан қойсаңдар, бәрі жақсы болады. Амин. Айтқан дейсің, сен. Родители мною вообще вот сильно гордятся, потому что я учусь за границей, я учусь на гранте, мои родители, мой папа особенно очень сильно гордится. А мои родственники гордятся. Папа, например, всегда говорит, когда по телефону говорит, там говорит, типа, Алуа поступила в Турцию, это моя дочь. Типа, мои гены сыграли, да. Вот. Мысалға, сен осы біліммен Қазақстанда оқып жүрсең, сен ата-анаң сенен мақтан тұтқанмен дәл осылай мақтан тұтпайды деп ойлаймын. Анкараға оқуға түскенде мен ең бірінші қатты қуанғаным ол мен ата-анамды ойлап, мысалға. Мені қалай мақтан тұтатынын, қалай басқалардың көзінде қалай көрінетінін маған сол өте қатты қуанышты болды. Ең біріншісінде қазір ата-анаммен сөйлескен өзінде мен олардың көзіне қараған кезде бір сондай арыз емес. Қазір Инстаграмға жазған едім. Күшті бір нәрсе бар еді. Бұл өмірдегі ең үлкен мотивацияны беретін ол сенің анаңның көзіндегі саған қараған үміт деп ойлаймын. Сол үміттің арқасында сен, мысалы мен қазір Түркияда оқып жүрмін, оқу қаншалықты қиын болса да, сол анаңның көзіне қарап, әкеңнің саған күліп, қараған көзіне қарап, ары қарай еш нәрсеге қарамай оқимын деп тырмысасың. Сол үшін ешқандай қиыншылыққа қарамай Турцияға оқуға түсіңіздер. Оқу қиын, иә, бірақ оқысаң бәріне де төзуге болады. Солай. Келесі жылдары, одан арғы жылдары келетін қазақтар бар болса, Анкараға келетіндердің бар болса,
маған жаза аласыздар, әрқашан көмектесуге дайынмын. Сол. Өйткені сендер сияқты біз де болғанбыз. Мысалға ендігі жылы мен сіздерді күтемін, сіздер келсеңіздер әрқайсыңызға документтермен қандай көмек керек болса да, оқу жағынан болса да көмектесемін. Мен шынымен көмектесемін. Значит, құлақтан теуіп жүр. Лапшаны шешерейін. Снимаем лапшу деп қойғанбыз. Инстаграм айтқым келді. Жоқ, по идее мен ойлағанмындай инстаграмға маған жазбаңдар осылай айтам болды, осы жетеді деп. Сол, болды ма?